Мүмкіндігіңізше нақты сипаттамаңызды бере аласыз ба? Сізді не қобалжытады? Сіз үшін ең қорқынышты оқиғалардың жүйесін сипаттап беріңізші. Қуанышыма орай, мені қобалжытатын құбылыстар көп емес және көпшілігінің ықтималдылығы өте аз. Мәселен, жанартаудың ғаламат жарылысы, жер сілкінісі, астероид. Немесе атомдық бомбаның жарылысын алайықшы. Бұны назарға алғаным жөн. Себебі, қаржыландыру мен әлемдік пікірталастардың көп бөлігі ядролық қарусыздандыруға кетіп жатыр. Осы бағытта жұмыстардың жасалып жатқандығына ризамын. Сондықтан да өмірімде ядролық соғыстың болу мүмкіндігін өте төмен деп санаймын. Алайда, эболадан да қауіпті эпидемияның тарап кету қаупін 50%-дан да жоғары деп есептеймін. Егер тарихқа көз жүгірте отырып, 20 ғасырдың өлім көрсеткіштерін алып қарайтын болсақ, көп адамдар бірінші дүниежүзілік соғыста шамамен 25 миллион адамның, және де екінші дүниежүзілік соғыста 65 миллион адамның қаза тапқанын көре алады. Екінші дүниежүзілік соғыстан соң, одан әрімен жүрсек, графтағы тағы бір үлкен ауытқуды байқауға болады. Және бұл көрсеткішке көпшілік қауым бұнысы несі? Бұл не деп таңданулары мүмкін. Тұмаудың екі түрі болады. Бірі адамдар арасында өте тез тараса, енді бірі біраз адамды қазаға ұшыратады. Осы екі қасиетке де ие болған тұмаулардың таралуы тарихта болғандығы өтірік жайт емес. Испан тұмауын осы санатқа жатқыза аламыз. Бастапқыда бұл дерт қайдан шыққаны белгісіз болатын. Бәлкім, сол кездегі испан прессасының бар оқиғаны бүкпес жариялағанына орай испан тұмауы деп аталып кеткен болар. Эпидемияның жазбаларына сай, бұл бір үлкен оқиға. Мен компьютермен симуляция жасайтын топты қаржымен қамтамасыз еткен болатымын. Және бұл жоспар бізге полиомиелитті жаюымыз үшін Нигерияның қай бөліктерінде белсенді жұмыс істеуіміз керек екенін анықтауға айтарлықтай көмегін тигізді. Қазірдің өзінде кейбіреулердің мұнда испан тұмауы секілді бірдеме деп пайымдауы табиғи құбылыс. Денсаулық сақтау жүйесі сіздер ойлағандарыңыздан да жақсырақ. Біз мұны тексеріп те көрдік. Осыған орай түйіндеме жасауға да тура келді. Бірақтан, көрсеткіміз келгені аурудың таралу үдерісінің едәуір кеңдігі қазіргі көлік қатынастары 1918 жылға қарағанда 50%-ға артқан. Картадан көріп тұрғандарыңыздай, тұмаудың елді мекендер арқылы бүкіл әлемге таралғанын байқай аласыз. Бұл өте аң-таң бола қалатын жайт. Себебі, ертелікте испан тұмауымен мұндай жағдай әлі болмаған. Осы жобаның потенциалын түбегейлі іске қосуымызға мүмкіндік тек соңғы 10 жылдықта ғана туды. Дәрі-дәрмектер туралы сөз қозғағанымызда, кішкентай молекулалар мен сонау биологиялық нароздар және антиденелер секілді субкластарды ескереміз. Антиденелер – бұл иммун жүйесі жасап шығарған аурумен күресетін молекулалар. Бүгін антиденелер деген ұғым олардың көптеп әрі тез жасалуына міндетін түсінік. Десек те, эбола эпидемиясы біздің одан да қауіпті әрі тез тарайтын эпидемияларға қауқарсыз екендігімізді көрсетті деп ойлаймын. Осы секілді жайттар үлкен қатерге ие. Ондай апат қазіргі таңда әбден ықтимал болып қана қоймай, жылына 10 миллион адамды қыру қаупі бар. Сол себепті әскери дайындыққа қаржы жұмсамай, есесіне жылына миллиард доллардан да аз қаражатты R&D медициналық сауалнамаларына, жұмыс пен қамтамасыз ету мен әскери кросс даярлау бағдарламаларына логистика үшін дамытып жұмсағанымыз жөн. Қолымыздан келеді. Алайда, қазіргідей секілді ескертулер болмауы мүмкін. Бұл сырт көзге қарапайым инвестиция болып көрінсе де, күллі адамзатты үлкен тоқыраудан аман алып қала алады.